Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай көрінісінің өзі осындай әдемі көрінетін, дәмі де керемет болып шығатын және жасалу жолы өте оңай, ерекше тағамның рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және де көп уақытыңызды алмайды. Және видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен картоптарымызды мен осылай аршып алдым. Бізге тұз, бұрыш қажет және де қаймақ. Менде 20% қаймақ, чеснок, сармай, менде 82% және де сыр қажет болады. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен картоптарымызды осылай турап аламыз. Жұқалығы осындай болу керек. Осылай барлық картоптарды турап алыңыздар. Енді картопымызды турап алдық, соусымызды дайындаймыз. Чесногымызды осылай ұсақ етіп турап алыңыздар. Енді бір ыдысқа салып, үстіне қаймағымызды құямыз. Қаймақ бізге 200 грамм қаймақ қажет. Мен таразының көмегімен өлшедім. Егер таразы болмаса, өздеріңіз көз мөлшермен шамалап құйсаңыздар да болады. Міне 200 грамм салып алдық. Енді үстіне 100 грамм суымызды құямыз. Егер сіздерде таразы болмаса, достар, мерочный стакан, сондай ыдыстар болса, солардың көмегімен өлшеп құйыңыздар. Міне 100 грамм суымызды құйып алдық. Енді жақсылап араластырып аламыз. Бізде бір текті масса пайда болғанға дейін жақсылап араластырып алыңыздар қаймақты. Бұл бізге қазір картоптың үстіне құйғанға керек болады. Жақсылап араластырып дайындап алдық. Енді формамызды алып, үстіне бөлме температурасындағы сармайымызды жағып шығамыз. Бөлме температурасындағы сармай өте тез жағылады. Осылай барлық шетіне тигізіп жағып шығасыздар. Сармай жаққан соң тамақтың дәмі одан да ерекше болып, дәмді болып шығады. Егер сіздерде 82% сармай болмаса, кез келген басқа сармайды қолдана берсеңіздер болады. Қалған сармайларымызды осылай мен жағып шықтым. Енді үстіне картоптарымызды орналастырып шығамыз. Бір қабат картоптарымызды орналастырамыз. Одан соң картоптардың ашық қалған жерлеріне тағы да үстіне қойып жауып шығамыз. Осылай барлық ашық қалған жерлерін жауып шығыңыздар картоппен. Міне қойып алдық. Енді үстіне дайындап алған массамызды құямыз. Тұзымызды, бұрышымызды сеуіп алыңыздар алдымен. Өз қалауларыңыз бойынша басқа да приправа қоссаңыздар болады. Мен тек тұз бен бұрышты ғана септім. Енді үстіне дайындап алған соусымызды құйып аламыз. Қаймақ пен суымызды осылай барлық жеріне жететіндей етіп тигізіп құйып шығыңыздар. Енді оның үстіне сырымызды үккіштен өткізіп сеуіп аласыздар. Кез келген сырды қолдана берсеңіздер болады, достар. Асығыс кезде тағам дайындауға уақыт болмағанда жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай және дәмі де сондай ерекше болып шығады. Міне сырымызды сеуіп алдық.
Енді үстіне қайтадан картоптарымызды орналастырып шығамыз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Сіздермен осындай ерекше рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Тағы да барлық картоптарымызды орналастырып шығамыз. Тағы да үстіне тұзымызды, бұрышымызды сеуіп аламыз. Енді тағы да қаймағымызды құйып шығамыз, сумен араласқан. Не құйып алдық. Енді пешке пісіріп аламыз. Менде картоптар жұқа болғандықтан тез пісті, және мен пешім тез піседі. Примерно 25-30 минутта пісіп қалады. Піскеннен кейін бетіне осылай сырымызды сеуіп, тағы да 10 минутқа салып аламыз пешке. Міне достар, біздің тамағымыз уже дайын болды. Қараңыздар, көрінісінің өзі сондай әдемі, тіпті жеуге қимайсың. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар, өте дәмді болып шығады. Күнделікті бір тағамнан жалықсаңыз, осылай ерекше рецепттермен жасап отбасыңызды қуантып отырыңыздар. Және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.